Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыз қан тамырлар жүйесінің түрлері және қан айланым жеңгір. Қан тамырлар жүйесі жалпы жабық, ашық деп екі топқа бөлінеді. Балалар, сіздер оны білесіздер. Жабық жүйеде ұлулар, бунақ денелер. Бұларда ағзаның ішкі ортасы болып табылатын үш сұйықтық болмайды. Ашық жүйеде болдық құрттар, омыртқалы жануарлар, бұл жүйеде дене мен жасушалар арасында тікелей жанасу болмайды, делдал рөлін жасушалық сұйықтық атқарады. Ашық қан айланым жүйесі қан тамырлардан тыс дене қуысына төгіліп тікелей ағзаның тіндерді жуатын жүйе. Бұл жүйе эволюцияның тұрғыда алғанда қарапайым қан айланым түрі болып табылады. Олар қан тамырлар толық емес, гемо, лимфалы, төмен қысымды, қарапайым жүректен тұрады. Енді қан тамырлардың дене қуысында ашық аяқталып, қан тікелей тіндерге төгіліп, олармен байланысады. Ашық жүйедегі қанмен тінаралық сұйықтық араласып, гемо-лимфа деп аталатын арнай сұйықтық түзеді. Төмен қысымды деп жаңа айтып кеттік, қан айналымының қысымы тұйық жүйеге қарағанда әлде қайда төмен, бұл баяу зат алмасуға әкелетінін сіздер жақсы білесіздер. Қарапайым жүрек, бұлардың жүрегі өте қарапайым. Әдетте бір камералы немесе екі камералы жүрек болады. Ол гемо-лимфаның денеге айдайды. Оны сіздер өткен сабақта қарастырдыңыздар. Ашық қан айланым жүйесі буын аяқтылар мен моллюскилар, омыртқасыздарға тән. Мұндай жүйе қарапайым құрылымды организмдер үшін жеткілікті, тиімді, өйткені олардың зат алмасу қарқыны салыстырмалы түрде төмен болады. Ал енді тұйық қан айланым жүйесі. Тұйық қан айланым жүйесі қан тек қан тамырлар арқылы айналатынын, тіндермен тікелей байланыспайтын жүйе. Бұл эволюцияның даму жоғары сатысы болып табылады және омыртқалы жануарларға тән екенін сіздер білесіздер. Енді бұлардың артықшылығы жоғары қысым. Қан жоғары қысым оттегі мен көректік заттар жасушаларға жылдам жеткізу мүмкіндік береді. Тиімді тасымалдау үдерісі бар. Қан тамырлар тұйық желісі арқылы дәл бағытта қозғалады. Бұл ресурстарды үнемдейді. Жоғары зат алмасу қарқындылығы, тез қан айланым, белсенді тіршілік әрекетіне қамтамасыз етеді. Реттеу мүмкіндігі жоғары, қан тамырлар кеңею мен тарылу арқылы қан ағынын реттеуге болады. Енді бұлардың құрылымдық осыған байланысты құрылымдық ерекшеліктері бар. Бұл жүрек қанды айдайтын негізгі орган, көп камералы құрылымға ие. Артериялар жүректен қанды тасымалдайтын қалың қабырғалы тамырлар, капиллярлар жұқа қабырғалы қан кішкентай тамырлар зат алмасу орнын алады. Біз өткенде осымен танысқанбыз. Бұл жерде өздеріңіз естеріңіз түссе, шаштан 100 есе жіңіске капилляр тамырлар болады. Веналар жүрекке қан қайтаратын тамырлар, жіңішке қабырғалы. Енді балалар, осыған байланысты біздің қан айланым жүйесі үлкен және кіші қан айланым жүйе деп екіге бөлінеді. Алғашқы қосмекенділерде бастап пайда болған балықтарда бір қан айланым шеңбірі бар. Үлкен және кіші қан айланым шеңбір өкпеден басқа бүкіл дене арқылы өтеді. Ал кіші қан айланым шеңбір өкпе арқылы өтетіндіктен өкпелік шеңбір деп атаймыз. Өздеріңіз мына жерде көріп тұрғандай, біз қан айланымды жүректің оң жақ және сол жақ бөлімін көріп тұрсыздар сіздер міне. Оң жақ және сол жақ. Мұнда үлкен қан айланым шеңбір жүректің сол
карыншадан шығып, карыншадан қан шығатынын ұмытпаймыз. Бүкіл дене ұлпаларға оттегімен қаныққан қанды беріп, қайтадан жүрек шегеге, оң жақ жүрек шегеге құйылады. Осыны біз үлкен қан айланы деп атаймыз. Ал енді балалар, бұл жерде көмірқышқыл газымен қаныққан қандай келді ғой енді. Оттегімен қаныққан қанды алып шығып, қайта келген кезде көмірқышқыл газымен қаныққан қандай келді. Енді кіші қан айлам деген оң жақ, өздеріңіз көріп тұрғандай, оң жақ қарыншадан шығып, өкпе артериясына барып, тазарып, көмір оксигенмен арқылы өтеуші, оттегімен қаныққан қан, оттегімен сол жақ жүрек шегеге құйылады. Міне осыны кіші қан айланы деп атаймыз. Енді жалпы адам жүрегі 4 камералы деп екенін біз білеміз. Сыртқы бейнемізді қарасақ, ондай 3 бұлшықеттен тұрады, 3 қабаттан тұрады, оны біз өтке салып қарады. Енді адам жүрегінің бөліктері кезектесіп жиырылайды. Алдымен 2 жүрекше, одан 2 қарынша. Жүрекшенің жиырылауы 0,1 секунды, қарыншаның жиырылауы 0,3 секунд уақыт жұмсалады. Жүрекше мен қарыншаның жалпы босаңсу үдерісі 0,4 секунд уақыт. Жалпы жүректің толық жиырылап босаңсуы 0,8 секундқа уақытқа дейін. Сондықтан жүрекше минутына 65-тен 75 рет соғады. Жүрекшелер жиырылғанда қанды кері жібермейтін қақпақшалар, жақтаулар, клапан деп атаймыз, қақпақшалар болады. Сол жақ бөлігінде қос жақтаулы, оң жақ бөлігінде 3 жақтаулы қақпақшалар болады. Қақпақшалар бір бағытқа қарай ашылады.